Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламтордағы хат, грамматикалық тақырыптар, жинақтық сан есім және шартты рай. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ғаламтор, дамыған, қолданушы, шешім, пайдалы, зиян, тәуелді, ұлт, мүмкіндік. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Ғаламтор. Көптеген адамдар, әсіресе ғаламтор қолданушылары, ғаламтордың адамзаттың ең үлкен қол жетістігі екендігімен келісері анық. Ол адамдарға қажет біліммен сусындауға, қиын мәселелердің шешімін табуға көмектеседі. Әлемдік тордың жан-жақты, білімді, көзқарасымыз кең болып, көптеген қызықты дүниелерді үйренуімізге себебі мол. Оған қоса, ғаламтордың тағы бір артықшылығы мемлекеттер мен құрлықтар арасындағы шекараны жойып, адамдарға араларындағы қашықтыққа қарамастан бір-бірімен араласуға, сөйлесуге мүмкіндік беруінде. Тіпті әлемдік тор арқылы әлемнің екі бұрышындағы адамдар достасып, махаббаттарын да тауып жатады. Әрине, ғаламтордың пайдасы мол екендігі даусыз, алайда оның зияны да аз емес. Ғаламтордың зияны жайлы сөз болғанда ең бірінші қозғалатын тақырып ғаламторға тәуелділік. Ал бұл аңыздан алынған термин емес. Ғаламтор қолданушыларының 10% ғаламторға тәуелді екендігі ғылыммен дәлелденген. Тіпті олардың бір қатары ғаламторды үй, тағам, су іспетті өмірлік маңызды дүние деп есептейді. Оңтүстік Корея, Қытай және Тайваньда ғаламторға тәуелділікті ұлттық деңгейдегі мәселе ретінде қарастырады. Әрине, ғаламтордың пайдасы мен зияны да жетерлік, алайда оның пайдасы басымырақ. Ал егер әр әрекетіңізді ақылға сала отырып жасасаңыз, ғаламтордың зиянын көрмессіз деген пікірдеміз. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ғаламтордың қандай пайдасы бар? Ғаламтордың қандай зияны бар? Ғаламтор қолданушыларының қанша пайызы ғаламторға тәуелді? Қандай мемлекеттерде ғаламторға тәуелділікті ұлттық деңгейдегі мәселе ретінде қарастырады? Сіз ғаламторға тәуелдісіз бе? Ғаламтордың сізге қандай пайдасы бар? Тексеріңіз. Ғаламтор адамдарға қажет біліммен сусындауға, қиын мәселелердің шешімін табуға көмектеседі. Әлемдік тордың жан-жақты, білімді, көзқарасымыз кең болып, көптеген қызықты дүниелерді үйренуімізге себебі мол. Әлемдік тор арқылы әлемнің екі бұрышындағы адамдар достасып, махаббаттарын да тауып жатады. Ғаламтордың ең басты зияны тәуелділік. Ғаламтор қолданушыларының 10% ғаламторға тәуелді.
Оңтүстік Корея, Қытай және Тайваньда ғаламторға тәуелділікті ұлттық деңгейдегі мәселе ретінде қарастырады. Келесі грамматикалық тақырып: жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Мысалы, олар нешеу? Бесеу. Қазақ тілінде жинақтық сан есімдердің саны жетеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Берілген сан есімдерді жинақтау формасында сөзбен жазыңыз. Тексеріңіз. Екеу, төртеу, бесеу, үшеу, жетеу, біреу. Келесі грамматикалық тақырып: шартты рай. Шартты рай негізінен алда болатын істің шартын білдіретін етістіктің түрі. Мысалы, егер жаңбыр жауса, мен саябаққа бармаймын. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Тиісті қосымшаларды қойып, сөйлемді аяқтаңыз. Тексеріңіз. Егер мен барсам, егер сен келсең, егер сіз жазсаңыз, егер ол берсе, егер біз сатып алсақ, егер сендер домбыра тартсаңдар, егер сіздер дауыс берсеңіздер. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: ғаламтор тақырыбында шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.